İmam Guşeyri rahimullah, İmam Cafer Sadiq radıyallahu anhu Peygamber'in urpaqtары, Peygamber'in nemberesi болып есептеледі. Сол кісінен рауаят келтіреді. İmam Cafer Sadiq radıyallahu anhu айтады: Кім Алла Тағала бір нәрсенің үстінде десе, немесе Алла бір нәрсенің ішінде десе, немесе Алла Тағала бір нәрседен пайда болды десе, фақат ашрака биллахи тағала дейді. Ол Аллаға сиырып қосқаны болады дейді. Қараңдар. İmam Guşeyri rahimullah Risalatul Guşeyriye'de келтіреді бұны. Бұны Али Қари rahimullah да Мишкаттың шархында келтіреді. Яғни кім Алла бір нәрсенің үстінде десе, ол Аллаға сиырып қосқаны болады дейді. Себебі лаху махмулан дейді. Яғни ол Алланы көтеріп тұр деген сөз дейді. Еш нәрсе Алланы көтере алмайды. Дұрыс па? Кім Алла Тағала бір нәрсенің ішінде десе, ол Алланы шектеп қойғаны болады дейді. Біз бұл өткенде де айттық. Бұлар Алланы шектеулі деп айтады. Дұрыс па? Бұл вахабилер, салафилер Алла Тағала шектеулі дейді. Ибн Таймияның қаулын келтірдік. Вала асқара вала акбар минал арш дейді. Аршынан үлкен де емес, кішкентай да емес дейді. Теп-теңдей дейді. Ибн Таймия айтады. Дұрыс па? Бұлар дәл сөзді айтады. Алла Тағала аршының үстінде дейді. Түндің 3-ші бөлегінде аспан дүниесіне кіреді дейді. Дұрыс па? Түседі дейді. Янзелу иля самаи дүния. Алла Тағала аршынан түсіп, дүние аспанда кіреді дейді. Енді бұдан ұлы ширк. Біз тәуhidке шақырып отырмыз имамдар.